Ырыс берекесі тасыған үмбет атамның шаңырағында Әшия апамыз ерке өсті. Ал енді апамыз жатқан жері жарық болсын, иманы жолдас болсын. Кейінгі балаларына, еліне, халқына рухыменен тез жатуға Алла тағала нәсіп берсін. Әшия апамыздың рухына оқылатын дұғаларымыз қашанда қабыл болғай. Соңғы күз ызғарланып қайта оралды. Анажан бейнеңді көрмегелі жылда болды. Өмір ай өтіп жатқан зымырап, қатал тағдыр өзіне көндіре білді. Тағы да ұйқысыз қарсы аламын қыс таңын. Қу сағыныш аямай тұр қыспағын. Жалт етіп сағым болып анажаным, әуенімен кете бардың құстардың. Ақ шәлісін ауыстырар талап бақ, білем сенсіз әлі талай таң атпақ. Нұр бейнеңді көргім келіп сан мәрте суретіңді отырармын парақтап. Өлең жазып, жыр жазып толғанамын, ақ парақпен қаламды қолға аламын. Сағынғанда өзіңді ана жаным, осылайша ақ таңды атырамын. Сөзін жазған Жоламан қызы Гүлзат. Іштің зармы